Кім ереже бұзды мына ситуацияда, құрметті оқырмандар? Қараңыздар, кім ереже бұзуда? Әрине, мына өрт сөндіру көлігі ереже бұзды. Себебі, міне светофор бұл жерде жасап тұрған жоқ. Басымдылық белгісіне қараймыз. Мына жерде екінші дәрежелі жолда тұр қызыл автокөлік. Сары мен мына өрт сөндіру көлігі міне басты жолда тұр. Схеманы қараңыздар. Сонда оң жақтан кедергі, мына екеуі тең дәрежеде тұр. Екеуі тең дәрежеде тұр. Оң жақтан кедергіні өткізу керек. Оң жақтан кедергі ол мына сары автокөлік. Сосын барып өрт сөндіру көлігі жүреді. Мына қиылыс реттелмейтін қиылыс, тең дәрежелі жолдардың қиылысы. Кім бірінші өтеді? Мысалы, қызыл автокөлік бірінші өтейін десе, оған көк автокөлік оң жақтан кедергі. Көк автокөлік бірінші бұрылайын десе, оған мына қоңыр түсті автокөлік оң жақтан кедергі болып табылады. Сол себепті бірінші осы көлік жүреді, одан кейін барып көк көлік, одан кейін барып қызыл. Кім ереже бұзуда, құрметті оқырмандар? Әрине, ережені қызыл түсті автокөлік бұзды. Себебі ол міне екінші дәрежелі жолда тұр. Мына ситуацияны қараңыздар. Кімнің ереже бұзғанын көрейік. Міне қараңыз. Кім бірінші ереже бұзуда? Ережені көк автокөлік бұзды. Не себептен? Себебі көк автокөлік бұрылған кезде оған оң жақтан кедергі болып қызыл автокөлік шығады. Сондықтан көк автокөлік осылай тоқтап, қызыл автокөлікті жүргізуге міндетті. Кім ереже бұзды, құрметті оқырмандар? Қараңыздар. Көк автокөлік ереже бұзды. Себебі көк автокөлік ереже бұзды. Себебі қараңыздар міне. Мына жерде басты жолдың схемасы тұр. Яғни көк автокөлік басты жолда тұрған жоқ. Екінші дәрежелі жолда тұр. Жүк автокөлігі мен мына қоңыр түсті автокөлік басты жолда тұр. Ал мына ситуацияда кім ереже бұзуда? Екеуі де басты жолда тұр. Кім ереже бұзуда? Әрине, қоңыр түсті автокөлік ереже бұзды. Себебі тең дәрежеде тұрған кезде міндетті түрде оң жақтан шығатын кедергіні өткізу керек.